Кейде беліңізде болған қышыма да қауіпті аурулардың белгілері болуы мүмкін. Мұндай кезде дәрігердің көмегіне жүгінгеніңіз дұрыс. Бауыр бұл денеміздегі маңызды ағзалардың бірі. Ол ас қорытуға көмектеседі, өмірлік маңызды заттарды синтездейді және де токсиндерді сыртқа шығарады. Бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған проблемалардың бірі. Тек Америка құрама штаттарының өзінде 30 миллионға жуық адам бауыр ауруларынан зардап шегеді екен. Сіз қазір видеоны соңына дейін көрсеңіз, бауыр туралы сіз білмейтін ақпараттарды алатын боласыз. Біздің еңбегімізді бағалап, келесі пайдалы видеоларымызды қолдап жүріңіз. Сіздер үшін бұл оңай, мен үшін мотивация. Егер сіз үнемі қабырғаңыздың төменгі жағы сыздап ауыратынын сезсеңіз, тез арада гепатолог, гастроэнтеролог, тым болмағанда терапевтке көрінгеніңіз жөн. Бауырыңыз қатты бөлінген кезде де ауырмайды. Себебі бауырда ауыруды сезетін рецепторлар жоқ. Әдетте ауырсыну немесе шаншу өте асқынған кезде ғана байқалады. Ондай кезде бауырыңыз іседі де өзін қоршап тұрған капсула қабырғасына қысым көрсетеді. Міне, осыдан кейін ғана науқас ауыруды сезе бастайды. Мұндай жағдайда өкінішке орай емдеу кеш болады. Бірақ оң қабырғаның төменгі бөлігінің ауруы мүлдем басқа жағдайға байланысты болуы да мүмкін. Мысалы, өт қабығының ісінуі. Бауыр ауруының басқа қандай белгілері бар? Бауыр бүлінгенде бел, іш, оң иық ауруы мүмкін. Кейде тіпті ауырсыну сезімі мүлдем болмайды. Бауыр ауруының белгілері: әлсіздік, бірнеше күн немесе апта бойы шаршау, диетасы және себепсіз арықтау, жиі бас айналу және құсу, тәбеттің жоғалуы, аяқтың төменгі жағының ісінуі, іштің кебуі, белгісіз себептермен дененің кез келген бөлігінің, мысалға, қолда, аяқта, иықта қышынудың көбеюі. Егер жоғарыда айтылған белгілерден бөлек көз алдының сарғаюы, кіші дәрет түсінің бұзылуы байқалса, дәрігерге тез арада көрінгеніңіз дұрыс. Бауыр не үшін ауырады? Бауырдың сыртқа мүлдем байқалмайтын ондаған ауруы бар. Солардың ең көп тараған түрлеріне тоқталайық. Вирусты гепатит. Бұл А, В, С, Д гипервирустары. Олардың арасында ең қауіптісі В гепатит. Адам өліміне алып келеді. Ал арасындағы ең әлсізі А гепатит болып табылады. Бұл ауру халық арасында сары ауру немесе Боткин ауруы деген атпен таралған. Ол кір қолмен, жуылмаған жеміс-жидекпен, лас су арқылы жұғады. Боткин ауруының бір артықшылығы: ол басқалар сияқты жасырын емес, бірден сезіледі. Ол кезде алдын алу мүмкіндігі болады. А вирусын емдеуге болады және де емделгеннен кейін бауырдың белгілері мүлдем қалмайды. Ал А, В, С, Д вирустарын анықтау және емдеу ұзақ уақытты талап етеді. Бұл вирустардың әр қайсысы цирроз, яғни бауыр жеткіліксіздігіне әкеледі, немесе тіпті бауыр қатерлі ісігіне дейін апаруы мүмкін. Алкогольді гепатит. Бауыр ауруының тағы бір түрі. Вирус емес, алкоголь. Тұрақты және де шамадан тыс алкогольді тұтыну барысында бауырдың ішкі ауыртпашылығына алып келеді. Нәтижесінде цирроз пайда болады. Бауырдың сау жасушаларының жұмысын тоқтатады. Гепатиттің басқа түрлеріне есірткі гепатитін айтсақ болады. Ол есірткіні асыра пайдалану немесе ауыр металдармен уланудан бауырдың ауруына себепкер болады. Бұл жағдайда медикаментті немесе токсикалық гепатит ретінде белгілі.
егер иммундық жүйе бұзылып, бауыр жасушаларына шабуыл жасаса, ол аутоиммундық типке пайда болатын ауру ретінде саналады. Май алмасуының бұзылуы. Жасушада май жиналған кезде ауру дами бастайды. Бұл олардың жұмысына кедергі келтіреді. Олар уыттарды залалсыздандыра алмай қалады. Бұл кезде бос радиоактивті металдар жинала бастайды. Жасушалар өледі. Бауыр өзінің негізгі қызметін жасауды тоқтатады. Майлы гепатоз шағын қолайсыздықтарды туғызады. Бірақ оның айқын симптомдары жоқ. Дегенмен бір-екі симптомдарына тоқталсақ: жүрек айнуы, ішектің кебуі, ас қорытудың бұзылуы, дәреттің қиындығы, жоғарғы дене қызуы байқалады. Бауырға сары ауру немесе күйік дәмі айқын келеді. Бауырдың бұл да бір белгісі ретінде санасақ болады. Сонымен қоса, бауырда ісіктер пайда болады. Біз оны екіге бөліп қарастырсақ болады. Ісіктер бауырдағы ісіктердің қатерлі және қатерсіз деп бөлеміз. Қатерсіз ісіктер айтарлықтай жеңіл жиі кездеседі. Бұл кезде сізге анализдер қажет болуы мүмкін. Мысалға айтатын болсақ, МРТ, биопсия, бауыр жасушасын зертханада зерттеу сияқты шағын анализдер қажет болады. Кейде өмір салтын өзгерту бауырды қалыпқа келтіруге таптырмас мүмкіндік болып саналады. Яғни сіз алкогольден, темекіден бас тартсаңыз да, бауырыңызға неғұрлым көмек жасағаныңыз. Сол сияқты салауатты өмір салтына артық салмақтан арылу, майлы тағамдардан бас тарту, дәрігер берген тамақтарды тұтыну сияқты жеңіл процедуралар жасау арқылы бауырыңызды жақсарта аласыз. Бауырды мына шөптермен емдеңіз. Шөппен шаю әдісі. Бауырды өз бетімен тазартуда емдік шөптерді қолдануға болады. Оларды қалай қолдану керек екені дәрігер айқындап беріп, ем барысын бақылап отырса тіпті жақсы. Өйткені олардың да ағзаға ерекшелігіне қарай әсер беретіндері болады. Сондықтан дәрігер қолдану мөлшерін анықтап берсе, қадағалап отырғаны өте жөн. Ал енді бауырды тазартуда мынандай шөптерді көмектеседі. Бессмертник, бақбақ, жусан, жалбыз, мыңжапырақ, жүгері, итмұрын, бөрікгүл, қалақай өсімдіктерін қолданып, сіз бауырыңызды жақсарта аласыз. Бұлардың өт тазалайтын қасиеті де бар. Оған қоса, әрқайсысы бауырдың әр бөлігіне өзіндік әсерін тигізеді. Сондықтан оларды кезегімен немесе бәрінен араласқан тұнба жасап қолдануға болады. Сонда бауыр толық әрі жақсы тазаланады. Бессмертник бұлардың ішіндегі ең мықтысы болып саналады. Бұны былай әзірлейді. Ыдысқа осы шөптің кептірілген және ұсақталған 2-3 ас қасық салып араластырады. Сосын термосқа 3-4 ас қасық салып, үстінен жарты литр қайнаған су құяды. Бұл бір күндік мөлшер ретінде саналады. Керек уақытыңызда құйып ішіп аласыз. Ішу тәртібі мынандай. Таңертең жылы күйде 1 стақан ішесіз. Екіншісін ұйықтарға жатар алдында ішесіз. Осыны 1 ай бойы қайталап ішіп тұрсаңыз, бауырыңыздың әлде қайда жақсарғанын байқайсыз. Бұл шөптердің бәрін қоспай, әрқайсысын жеке ішуге де болады. Бірақ кезегімен ішіңіз. Қайсысы жақсырақ әсер етіп жатқанын аңғарып, ой түйіңіз. Осы шөптерді қолданғанда, сіз әр күн сайын әжетханаға барғанда, ішіңізден қажетсіз затпен бірге қақтық түрде басқа да қоқыстардың шығарылғанын байқайсыз. Ал егер ішіңіз сұйылып кетсе, онда дозасын сәл көбейте беріңіз. Егер шөп шайды дәмі жаман болса, оған 1 шай қасық бал қосыңыз. Әйтеуір қант қоса көрмеңіз. Бауырды тазалауды жоғарыда айтып өткендей 1 ай бойы жүргізсеңіз,
үзіліс жасауыңыз керек болады. Тазалауды жылына 1-2 рет қана жасау керек. Зәйтүн майы жәрдемші. Бауырды зәйтүн майын қолданып тазалауға да болады. Өйткені ол ең күшті өт тазалаушы өнім болып саналады. Күніне 1 ас қасық зәйтүн майын ішіп тұрса, өт көп бөліне бастайды. Бұның әсерінен майлар ыдырап, ішек жұмысы жақсара бастайды. Өт бауырда, өт қабындағы қақтарды өзіне тартып, ағзаны табиғи жолмен тазартады. Бұл майдың экстравижный деген сорты ең көп таралған және де ең пайдалысы болып саналады. Өйткені ол термиялық әрекетсіз таза сығымды күйде алынады. Егер ол табылмаса, зығыр немесе самырсын майларды жарай береді. Өзіңіздің жағдайыңызға қарай көресіз. Пайдасы болмаса, зияны мүлдем жоқ. Егер бауырыңыз ластанған болса, жоғарыда аталған тәсілді дұрыс қолданып, бауырды тазаласаңыз, онда сізде мынандай өзгерістер пайда болады. Денсаулығыңыздың жақсарғанын сезесіз. Қан тамырлар жақсарғасын, ағзаның барлық жұмысы жақсарады. Бас ауруы жоғалады. Тыныс алу, ас қорыту жақсарады. Ауыздан жағымсыз иіс, ащы дәм жоғалады. Терінің түсі оңалады. Көз қарашығының айналасы өзінің табиғи реңін табады. Терідегі кейбір әжімдер де жоғалады. Өзіңізді жеңіл сезініп, көңіл күйіңізді көтеруге көмектеседі. Біршама жасарғаныңызды сезесіз. Тіпті бұл мінезіңіздің жұмсаруына да әсер етеді. Мінекей достар, видеоның соңына да келіп жеттік. Видеоны жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыз. Ауырмаңыздар.